алтын жүреді ғой енді қай жерде болса да. Нағашыларынан атасы бар, нағашы атасы келсе ортаға шығып. Келмей ма? Нағашы апасынікі құдағидің. Құдағидің екі сіңлісіне. Кешке береміз, сәлемдемелеріміз жеткіземіз. Мынау барлығы нағашылардікі, ар жағында өзіңіз көріп бересіз ғой. Енді құдай нағашылардың бәрін толық көрген жоқпыз. Ағайын 9. Ағайындарымыз үш жерде ғой, иә? Үлкені бар ма ағайын 9-дардың ішінде? Растай берейін ма жерге? Ағайындарымыздікі. Тамаша. Үш. Арма үш жерде келісіншеде. Құдамның қайындасы бар ма? Келіңіздер. Ашыңыздар. Әдем болып жатыр. Жұмағұл әпше дейді. Жұмағұл әпшесі. Жұмағұл әпшесі бар ма? Келіңіз. Түстеріңізге тосын. Жастыққа дейіңіздер. Әнелеріне екінісі бар екен оқыран. Екеу. Екеу үш жерде ма? Үш жерде болса шақырып бер жеріңіздер. Апсындарыңыз үш жерде ма? Келді ма апсындарыңыз? Апсындары. Ағайын 9-ның апсындары. Üstlerіңізге киіп алыңыздар әдемілеп. Ағайындар. Үй 9 құдағы шақырыңызшы құдағына. Марат құдағы. Келіңізші бер. Мынау сізге специальный Түркиядан заказ беріп алынған. Құдай қаласа жақсылыққа дейміз, деп тойға дейміз. Құдай қаласа ендігі жылы немере тойда киіп жүрміз. Сізді де тоза берсін. Құдай келші.
әдемі. Үйірсін. Сынбай. Қызым. Қыздарымыз қайда? Құдашалар қайда? Құдашалар келіңіздер бері. Шешіп келмесеңіз көңіліміз болмайды біздің киіп көріңіз. Қаласа тек жақсылыққа киіңіздер. Малдарыңыз қыстан жаурамай, әдемі болып жүре беріңіздер. Келіңдер құтты болсын. Әдемі. Қайынсеңіздеріміз тартты. Біздің қызымыздың қайынсеңізі рахим. Салонда ма? Болды. Мына сәлемдемесін беріп қоясыз бағи. Құдашаңыз, қайынсеңіз. Құдашаңыз. Сіздің қызыңыз. Иә. Екеуі де бірге арнайы заказбен алынған жақсы турецкий модельдер. Тату болса асырып деген дейді ғой. Абысындар келіңіздер. Екі абысын бар. Біреу үйде ма? Киіңіз абыстар енді. Енді мына қызымыздың артынан келген аз болса сасып алып келдік енді. Арнайы өзіміздің алда қыз Құдай қаласа Астанада жақсылыққа кисін. Мінекей турецкий жақсы модельдер. Ашып көрсетейік па или ашпай қояйық? Көрдіңіздер ме? Мына күйеу баламыз спортивкасы міне. Спортсмендер естік өзіміз. Бір жағыда. Жай-жақты екен ғой күйеу баламыз. Құда қаласа көз тимесін. Міне спортқа жүгіргенде киеді. Адидас деген. Мына күзде киетін, қазіргі сезонда киетін тройкасы, двойкасы менен тройка бұл. Құдай қаласа. Сіздер. Мынау жаңа күйеу баламен серуендегенде киетін двойкасы. Спортсмен бұл, жүгіретін кезде. Мынау жаңа сіздер тойға шақырғанда киіп баратын көйлегі. Тойға есін Құдай қаласа, көйлектерді. Мынау тоже спортивкасы. Астанада енді барлық естіп қой, өзі барлық спортивкамен жүреді. Қазір екі көйлек деген онша кимейді ғой. Мына қыздың спортивкасы. Мына орамалдары. Мына аяқ киімі. Пальтосына сайып алғанбыз. Ақ модель. Спортивкамен жүгіргенде киетін несі. Бірақ жүгіреді екен ғой өзіне былай қарағанда. Мынау бandi шаштары. Жаңа жүгіріп келгенде сыртынып жүгінатын бандыға түскенде. Енді
орнына барлық жерде жаңағы ыдыс алып келеді ғой, сіздерде емес ойлай шығар, мен Түркия әр жерде қалады деп специально өзі осындай не істеп келдік, жаңағы ыдыс істеп келдік. Үйге кәріменен. Енді мына жаңағы шұғылатқан өздеріңіз жаңағы ет аласыздар, тарқат аласыздар. Ең қызығы осы ма? Наннан бастаңыз, наннан бастаңыз. Бәрі не қашады. Бағана шашық кімге жетпей қалды? Шашық сіздерге ма? Сіздерге алды Bala şağımız kelgen Көтереміз ба? Ондай бар ма? Көтермеймін, көтергенше көтересің. Сіздердің алып келген сый сияпаттарыңызға алғысымыз шексіз. Ана бал қойған уақытта ең жоғары бал. Самое главное, осы жастарымыз бақытты болсын. Өздерімен өздері көбейе берсін, Құдағи. Рахмет сізге. Енді құрметті не дейді, орамал тол болмайды, жол болады дейді. Енді біздің әулеттерден сіздерге біздің де сый сияпатымыз бар еді.
Енді ортаға екі ең үлкен құдағиды ортаға шақырамыз. Музыка! Музыка! Кейін көре саласыздар, құтты болсын, денелеріңізден тоза берсін. Енді ортаға осындай сый сияпатымызды тапсыру үшін ортаға Нұрлан құда мен Сайлау құданы шақырамыз. Музыка! Билет келсін құдалар. Нұрлан құда мен Сайлау құда. Керемет бізге қызды тәрбиелеп берген, өмірге келтірген біздің сұлу құдағиымызды және ортаға құдамызды шақырамыз. Қош, ансамбль! Bye.
Енді біздің сый сияпатымызды тапсыруға рұқсат етіңіз. Алғысымыз шексіз. Сонымен қатар біз осы Құда мен Құдағиға 15 караттық бриллиант сырға мен перстенді тағуға рұқсат етіңіздер. Құдағи біздің мына комплектіміз, келіңіз. Sizlerge kendiniz yapmadığınız var. Kudalarınızın cengesi siz yapmadı. Islık dedelerinizden toza versin. Kulağılık 10 yıllık olsun. Енді құрметті құдағилар, біздің сіздерге арнаған сый сияпатымыз және бар. Қыздар, келіңдер. Біздің сый сияпаттарымыздың барлығы ойдағыдай деп ойлаймыз. Енді осындай керемет қазақтың салт дәстүрі бойынша жол жоралғысы бар. Енді мына үлкендерден бата сұрайық. Ел жасымыз бақытты болсын. Бал берсеңізші. Жастар өсіп өніп, бүгінгі шүкір болсын. Әр уақытта осы төрт көзіміз тойып, Құда жекжат болып, келесі жылдары тойларда рәсіміз жүре берейік. Тойласын қайындан Құдалар әр уақытта тойы тойласа берсін.
Villacıcı. Екі жас бағыттырылсын күтімен қайынның қызметінде әр уақытта жақсылықта тек қана жақсылыққа өніп көріп жүреді. Келесі жылда қаласа шілде тойына шақырамыз әрімізді бесік тойға. Екі жас бағыт алып келген нәрселеріміз енді 100 есе болмас 1000 кейінген жақсы егіліктерге жұмсасын жақсы егері сол әр уақытта күтімен барып кіргінде қызметінде ойнап жүреміз. Той тойға болсын, жиған тергеміз тойға жұмсалсын, екі жас бақытты болсын, өссін, өнсін, сол екі жастың әр қуанышына барымыз ортақ болып жүре берейік. Құрамында дегенде мындай құлақ жақсы күндерде аталатын жалғыз, аумин. Әркім өзінің отырған стол жайнап қойсын, аумин олып бар, енді ортамда шығар. Құдағилардан батыл ма? Ана екі ата жайша жүрген қоршың ішінде негізі. Құдағилардан бір бата дейді, құдағилардан үлкеніміз. Апа. Аумин. Ақарасын, қысқарасын, күздәулік берсін, кең берсін. Мен екі жас бақытылығын өссін, өшірін болсын. Мына ақтарын кейтеріміз, сықпымызды тіпті толтыра берсін, бүйірсін. Өмірізға шап біреу кемпір болып, ебір шөмірі көріп соғалын аласанын айжамы жүре беруін нәсіп ете берсін, екеуіне де. Құтты болсын құдағи, құда тойлары. Аумин. Жастардың астанаға дайын болып жатыр. Бізге де осы Марат досымыздың тойы қуанышы жұғысты болсын деп, біздің де қолымыздан дама үстейсін деп, достық құрметін көрсетіп жатқан Марат құдаларыңыздың класстас достарының астамағын тартып етеміз. Жайғасаңыз ағайын. Ал енді достар, класстастар астамақ дайын ба? Ортаға алдырыңыздар. Мына құдаларды құрметтеп дайындаған астамақты ортаға алдырайық, құдаларға көрсетейік. Сосын бата сұраймыз ағайын. Dostlarım aslanlar. Aslanım zəmir basınlar. Жаңа той басына келесің. Асырғы bize келерге жасамайды sana. Aslan алып bize. Қайда өше берді ғой. Жан дауыспен айтайықшы ағайын. 5 микрофон. Той құтты болсын. Аққудай қатар жүзген теңіздегі көңілім алып ұшып сені іздедім. Біле алмай отырмын
ағай. Қызыл көйлекті айтып бер дейді. Қызыл көйлек деген өлең жақсы көреді екен Құдеке. Құдағиға жасыл кигізіп келдіңіз енді бүгін Құда. Кезінде қызыл көйлек киген ғой Құдағи. Енді Құдағиға толық білемін деп айта алмаймын. Есіме түскенін айта беріңіз. Бірақ сіздің құрметіңіз жерге тастамайын сөзді. Қызыл көйлек үстіне кигені жарасып тұр шашының түйгені еркелейді-ау даланың гүлінде әттең-ай әттең-ау бар екен сүйгені Benim Arap ko'rgan muzika tandamay payqadingizlar ma? Bu akşam ölürüm desem ko'rib bile atib olay. Endi qaysi biz to'xtatib qo'ydik olay. Osmay Xudolar deydi. Benim Arap ko'rgan сияқты ko'rgamiz Xudoyni o'rtaga majlisga chaqirgan bu. Xudoymen endi majlis belinde Xudoyning belinden ıslasaq, muzika o'chib qoladi ekan. Xudoyning endi belinden ıslaydi desem muzika o'chib qoladi deydi. Сөйтіп ko'rgan ashlan ketdi. Xudoy
сенің қандай құдіретің бар еді? Енді беліңнен салсам музыка өшіп қалады, енді беліңнен салсам музыка өшіп қалады десе, жаңа құдағи айтады дейді, құда, менің ешқандай құдіретім жоқ депті. Ана музыка қоймақта менің күйеуім ғой деген ардақты ағайындар. Сондықтан құдағиларға да бір қол соғып қойыңыз, рахмет айтып қояйық ағайын. Енді қадірмен жастар, класстастар, достар, сіздерге мынау той көріңіздер. Сабақты емес сәттімен, санаулы сәтте келген үлкен тойымыз басталады. Сонымен Марат көкемнің ағайын туысқандары, әпкелері айтпа бермейсіздер. Үлкен тойда арнайы тілек қылып ұсынамыз. Менен жаңа құдаларға тілек қылып ұсынайын. Соның ішінде әдемі тілекті Марат көкем қойды. Марат көкем келші. Әке, жеңеше, өзі жеңеше. Өзі жеңеше келіңіз. Жеңеше бірдеңе таласып жатыр, не болса да. Өзі жеңеше келіңіз. Қуаныштарыңыз құтты болсын жеңеше. Бүгінгі тойларыңыз ырыстың бұлағы, отбасыларыңыз өмірлі, шаруаларыңыз өмірлі, бастарыңыздан бақ, астарыңыздан тұғырлы тақ кетпесін. Алла осы өсіп жатқан ұл перзенттің рахатын, шаттығын көрсетсін Құдай қаласа. Мен енді ортаға неге шақырдым? Әулетке Дилия деген келін келіп жатыр. Сол келіннің Құдай қаласа ыстық алақаннан шай ішіп жатсыздар. Осы әулетті бақыт етем, осы елдің ұрпағын көйтем деп келіп жатыр. Сол қызды өсірген әке мен ана келіп жатыр. Мәке, бүгін төрімізге шығып жатқан Ерман құдамыз бен Гүлайна құдағи келіп жатыр. Сізді құдағиға жіберем. Құдағимен жақсы бейнет екенсің әке. Үйреніп алдыңыз ғой жоқ. Сол Гүлайна құдағиды салып келесіз. Сіз құдағи келесіз. Ерман құдағиға кетіп қалды. Есік жаққа орап келесің. Амал жоқ. Қаяқта болса да орап қоюыңыз керек. Сіздің міндетіңіздер мәке ол. Жеңешелеріңізге рахмет құдағымыз жоқ. Алла көріңіз. Сіздерде бір өтініш. Қандай той болсын, құдалық той болсын, қыз ұзату болсын, сүндет той, үйлену той болсын, 3 сағатта бітеді. 3 сағат. Сол 3 сағаттың 10 минутты ата-анаға беріледі деген тілек айтуға. Қандай той болса да. Сол 10 минутты күнді күн, түнді түн демей Алладан тілемеді осы кісілер. Ұлымды яға қызымды қияға қондырсам деп. Аллаға шүкір. Сол арманға қол жеткен ата-ананың 10 минутын шолап өткізіп жіберейікші ағайын. Сіздерден өтініш, кішкене сабыр сақтайықшы. Сусындарды қоя тұрыңыздар ағалар. Кейін алдырамыз арнайы стакан сусындарды қоя тұрыңыздар. Енді әдемі тілекті ұсынайын. Құдеке, төрге шыққаныңыз құтты болсын. Құдағи, жастар бақытты болсын, Құдай қаласа. Енді ағайын, мен бір әдемі тілекті жылы лебізді. Түнгі аспанның арманы жарқырату жұлдызын, ата-ананың арманы бақытты ету ұл-қызын дейді. Мына ұл-қызына бақытты деп жатқан ата-анаға тойларыңыз құтты болсын деп бір қошемет қойсаңыздар болады ағайын. Ал енді осы әдемі қошеметпен, әдемі құрметпенен Дилиялай сұлу қызды қанаттыға қақтырмай, тұмсыққа шоқтырмай, әкеліп ақбатамен құтты
құтты жерге болдырған Ерман құлаға әдемі тілекті. Осылайын құланың әкелік тілегін тыңдайық. Құдеке, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құдалар. Тойымыз құда қаласа құдалығымыз 10 жылдық болсын. Жастардың қосылған 100 жылдық болсын. Жастар бақытты болсын. Солардың қызын құдайға көріп жүру керек. Қыз бала нәзік нәрселерді екі қызды болса үлкенімізіміз балаға беліне түскен жаңа сөз естіп едім. Екінші қызымызды сізге бердім. Бұл баланікі бала берген. Былай айтқанда. Қыз баланікі сейінді. Екі қызым осы 3 баланың ішінде өткір қыз болды да. Балғана қарағанда қыздар өткір болды. Сарыағашта дарын мектепті екеуі алтын медальмен бітіріп, мені қуантып, қуанышқа бөліп қойған қыздар. Бұлардың айтқанымен әрдайым қылып жүрмін. Енді Құда қаласа сіздерге тапсырып отырмық. Қыздарымызды. Бұдан енді сіздер енді жаманы болса жасырып, жақсы болса асырып, қыздарымызды көріп, жүрсеңіздер, менің өтінішім сол. 2 жас бақытты болсын. Құдағылар үй, менің бұл бақыт шамасында кең дастархан жоғарыда 2 құдағайым отыр. Алдымда сіздерден отырған шығар құдаларымыз. Сонда жақсы дастарханда отырайық. Менің ниетім сол. Құда қаласа үлкен той тамаша кездесу. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын құдайға. Үлкен дастархан жазып құтты. Қазіргі заманда онша қиын. Сіздерге рахмет. Жастар бақытты болсын. Рахметті бір қол соғып қойыңыздар. Әкенің ақ тілегі ағай. Жастарға, құдаларға, жақсыларға тілек айтып жатыр. Құдайға тілек қабыл болсын. Кең болсын 2 жастың керегесі, тең болсын елмен бірге әрқашанда терезесі. Көп ұзамай Ерман құдамыз бен Гүлайна құдағи алтын бесікті алып келе берсін. Туылғанда менің Марат көпем мен Гүлсүй жеңгемнің егіз немересі қалада тілекші ағайын. Алла бір сондай жақсы күнде баршаларымызға қауыштырсын ағайын. Ал енді мен әдем тілек жалғастырайын. Батырда туған анадан, ақынға туған анадан. Ананың биік тұғыры анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған. Анаға мәңгі бұрыштар елдегі барлық анадан. Жақсылар, біз анадан жар алдық, анадан нәр алдық. Сол Делиядай сұлу қозған бесік таянған ананы құрметті қол соғып жатсаңыздар, Гүлайна құдағидің аналық тілегін тыңдайықшы ағайын. Құдағи, той құтты болсын. Үлкендеріміз құтты болсын, дендеріміз сау болсын. Мына 2 жасқа тілейтінім, Құда қаласа бақытты болсын, оқуларды бітіріп, жас бір маман иесі болып, бала шағасы көп болсын, дендері сау болсын. Осылардың қызығын көріп, ойнап күліп жүре беріңіздер. Құда қаласа бесік тойларда кең дастарханда отырып, қуанып жүре берейік. Қызымызды сіздерге тапсырдық. Құда қаласа жаман келін болмайды деп ойлаймын. Немелеріңіз көп болсын, дендеріңіз сау болсын. Бақытты болыңыздар өздеріңізді. Құда айтып жатыр, құдағи айтып жатыр, қызымызды сіздерге тапсырдық деп. Баяғыда 80-ге келген апам баласын үйлендірген екен. Сөйтсе құдағи айтады дейді. Құдағи қызымды сізге тапсырдым десе, 80-ге келген апам айтқан екен. Құдағи қызыңды маған емес, мені қызыңа тапсыр деген екен ардақтар ағайындар. Шынында да тапсырып жатсыз, амалы. Енді бұл кісінің қызыңыздан көресіз, қызыңыздан артық көресіз. Себебі өлгенше ыстық сұқтарыңызға қарайды сол кісілер. Аман болыңыздар. Ал енді ағайын әдеп тілек жалғастырайын. Әке сенің білегің, әке сенің тірегің, әке сенің қамқоршыңда соғып тұрар жүрегің дейді.
Нұрсұлтан сүрінгенде сүйеу, жығылғанда түре болады осы асқар әке. Әр шаңырақтың тірегі, әр шаңырақтың білегі, әр шаңырақтың байлығы, әр шаңырақтың ынтымағын сақтайтын осы асқар әке ағай. Осы Нұрсұлтанның шаңырағын ынтымағын сақтап отқан менің Мұрат көкеме бір қол соғып қойыңыздаршы ағай. Той құтты болсын деп Мұрат көкем тілегін алайын ағай. Әке, той құтты болсын. Рахмет. Мынау ағайын туысқан бауырлар, төрге шыққан құдалар, құдалықтарыңыз мұңғырық болсын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мынау жастарымыз бақытты болсын. Өмір өзі былай екен ғой. Құдай қосады дейді. Менде 2 қызым, 3 ұлым бар да, Құдай қосады. 2 қызым дипломы бітірген. Құдайға шүкір, қызым дипломы бітірді. 3 ұлым, 3-еуі де үлкен оқу орындарын бітірді. Біреуі үлкен Қазақстан арғы бетінде жүр, біреуі бергі бетінде жүр. Құдайға қосады, олар да военный. Кішкентайы мынау ініме ұқсап, ол анасını тартқан, анасы өзі музыкант, музыка елінің маманы, мына інімнің бірге жүріп, қалай неғырған, үлкен оқуын бітірді, доқаласы, ауылға жасса, келініміз оқуын бітіргеннен кейін Қарашаңыраққа келеді, Қарашаңырақтың егесі, сол Нұрсұлтан менен Дилара келініміз болады. Алла жазса, кіші болып әр жерде Қарашаңыраққа қарайды дейді ғой. Алла жазса, солардың несі. Мынау өмірде әке мен ананың беретін тәрбиесі күшті болса, ол қыздары тәрбиені қалай алған болса, солай өседі дейді. Құдайға шүкір, құдағименен сондай қыз өсіріп, ұлымыз екеуі біз анау тақиялы періште ұқсап неғылған жоқпыз. Жастар өздері махаббатымен үйленген. Өздері неғып, табысы. Біз соларға себепші, тірекші болып өсе берейік. Алла соларға ұл қыз бізге ұқсап көбейтіп бере берсін күніге. Денсаулықтары мықты болсын, оқу орындарын бітіріп, осы біздің Сарыағаш ауданының жүрек ауыратын барлығының докторы болып келе берсін. Жүрек ауыратын біздің Сарыағашта болмасын. Келгенде мен келдім, соны бітіріп, сол кезде ондай ауру ашып кетсін да бізден. Рахмет, не деймін, Құдамен Құдағиға мың алғыс, сондай қыз тәрбиелеп, оқытып, сондай тәрбие беріп өсіргендеріңізге рахмет. Алла жазса, солардың ұлдарын, қыздарын өсіп күніге Құдағи екеуміз ақсақалды, ақжаулықты ана болып, соларды тәрбиелеп, біріміздің үйімізге біріміз апта сайын сағынып барып жүрейік. Бізде сол. Рахмет бәріңізге. Жастар вақыт болса апта сайын біз көрісіп тұрамыз дейсіздер. Орындайсыз. Рахмет. Сол бақыттың төрінде төртеуіміз осылай түгел ақ тілек ақ бата беріп аман есен жүріңіздер. Ал ағай, бір ерекше тілек тосынайшы. Мен жеңешем Тұрсынға қараңыздаршы. Ой, жеңе. Мына Тұрсынның өзі бір алтын ағайын, күлкісінің өзі алтын ғой менің жеңешем. Мойнында да алтын, қолында да алтын, құлағында да алтын. Осындай алтындай жеңгеме қол соғыңдар жалпы дегілер ағайын. Мен алтындай жеңешеме тілек тосынайшы. Жеңеше той құтты болсын. Құрметті көпшілік қауым, бүгін біз Нұрсұлтан менен Дилярамыздың осындай құдалық тойын, үлкен тойын өткізіп жатырмыз ғой. Сол қуанышымызға ортақтасып, қуанышымызды бөлісіп келіп отырған барлықтарыңызға үлкен рахмет асын деймін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын, Құда қаласа. Жастарымыз аман болсын. Мына төрге шыққан құдаларым, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын, Құда қаласа. Құдағи денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әруақта жақсылықта жүрейік. Ұл қыздарымыз аман болсын. Жастарымыз бақытты болып, өссін, өнсін. Құда қаласа солардың тек қана жақсылығын көріп жүре берейік.
оқуын аман есен бітірсін, қайда жүрсе де аман болсын. Ұзақта Астанада міне келгендеріне 1-2 күн болды, қайтадан Астанаға кетеді. Аман есен келді. Құда қаласа тойымызды жақсылап өткізіп, олар да өздерінің жаңа алқұяларына барып қонсын. Әр уақытта той болсын, жақсылық болсын. Құдалығымыз 10 жылдық болсын. Ұл қыздары көп болсын. Немерелердің денсаулықтары мықты болсын. Әр уақытта жақсылықта кездесейік. Аман есен босанып алсын Құда қаласа. Ендігі жылы 5 тойда өйстіп, ойнап, күліп жүре берейік. Құдаларыма 10 алғыс осындай қыз тәрбиелеп бергеніне. 2 келінім бар, Құдайға шүкір. 6 келіндерім бар. Сол келіндерімнің жолымен жүретін болса, жаман келін болмайды. Бізді сыйлап, құрметтеп, қас-қабағымыздан көретті түсініп, әрбір орындап отырады. Аллаға шүкір, мың қатар шүкір, сондай келін, сондай ұлымыз, сондай немерелеріміз барына қуаныштымын. Мен бақытты анам деп ойлаймын. Алтындай қыздарым бар, алтындай ұлдарым бар, алтындай келіндерім, алтындай немерелерім бар. Осындай көпшіл ағайын туысқан бауырларым бар. Міне, алтындай қайынсіңілдерім, қайынбикелерім, абысындарым, жеселерім, қандай қайныларым десеңші, ой, қайнағаларым, менің қастастарым, ой жандарым, достарым. Барлығына үлкен рахмет. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Қуаныштымын, жастарым бақытты болсын. Рахмет. Алтын қатырады кесті, мына кісілерді мәсіп қолдырмай жүздер. Алтындай деп жатыр, неге алтындай деп жатқан қошып отырмайсыздар сіздер? Сіздерді мақтап жатыр бұл кісі. Рахмет жеңесі. Жаңа әкем айтып жатыр да, Нұрсұлтан қара шаңырақта қалады дейді. Сіз айтып Астанаға кетесіз дейді. Егін жеңешем біледі кімдақ болады ше? Кім қалады дейді? Нұрсұлтан қала ма, қалмай ма қара шаңырақта? Шынын айтыңызшы, Лилия. Шын айтқанда көреміз. Қайсысы? Негізі өзіңіз ойыңыз қалай? Нұрсұлтан қара шаңырақта қала ма, кете ма? Қалады. Қала ма, жаңа соны Лилия сұрақ бердіңіз ме оған? Негізі. Былай ғой. Қара шаңырақта біздің қазақтың дәстүрі бойынша кіші ұл түгел. Ол біз басқа елдерге қарап, ананы бөлісу, мынаны бөлісу жоқ. Кішкентай қара шаңырақтың егесі болып қалды. Қара шаңырақтың егесі Нұрсұлтан мен Диляра болып қалады. Қалған 2 келін 2 жерден үлкен ақ сарай салып, солардың енді қонақ болып келеді. Зияда дәурен нәсіліңіз кетті ғой. Айтаға еркіндікке шығыватсың ғой, құлағыңызға ішілесің. Рахмет ағай, жүрмейді ешқашанда жүрек тәңірі. Мәңгілік 2 жасты береді тәңірі. Түтіні төзі беріліп шашылмайдың болсыншы жақсылар. Атана, бүгінгі мұнда сыр еткен тілек қабылдаймын. Алла тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабылдасын. Енді Құда несімен Құда әке? Құда тілекті айтқанда емес, кеңізіне жағар. Құда төсті қақсанда мақтанамыз Құда деп. Сол мақтанышпен бақытына мен сіздер келе берейін ағай. Құдалар қалай төсті қақсады, сіздер соны куәсі болыңыздар. Мен үшін емес, дүйім жұрт үшін емес, шаңырақ көтерген 2 жас үшін. Құдай осыған құдалық үшін. Ереке, мәке, Құда бағамыз құтты болсын деп қолды көтеріп тұрып, 3 мәрте бір жақсы төс қақсыңыздар. Ағай бір қол соғып қайық соғысы берсек, құдалықтарыңыз құтты болсын. Міне құдалар ардақтағайды. Енді құдадан мақтансақ болады. Сіздер алға шығыңыздар. Естіңіздер ме? Мен құдалар төс қақсады дедім. Құдағайлар төс қақспайды қазақта, дұрыс па? Құдалар төс қақсады. Жоқ, естігесіздер ме? Құдағай төс қақсады. Жоқ, екеуміз бір-біріңізге қараңыздар. Сіздер төс қақспайсыздар. Мен бір сұрақ қойшы. Әйел адам не үшін көп жасайды? Әйел адам не үшін көп жасайды? Білесіз ба? Қанды көп ішеді кім? Ойбай, Құда не қыласыз? Қаныңызды ішіріп жатқан адам айтыңыз. Әйел адам не үшін көп жасайды? Себебі оның миын ашытатын әйелі болмайды деген. Еркек адам не үшін жасайды? Жоқ, миын ашытатын үйленіп жүрмейді оған кейін. Еркек адам не үшін жасайды? Әке, әйелдер бетіне пудраң жағады екен, Құда ерінге помадан жағады екен, біз сорлы еркектер соны жалап атырауын өліп қалады екенбіз күн әке. Сол енді жақтан жады болғанша сүйсіңіздер екенбіз. Өздеріне сүйдірген бұл енді ағай. Мына 2 Құда сөйлеп жатыр арқанда. Не деп жатыр десеңізші? Сол атырау елдерден сүйіп қойсақ бола ма екен, болмай ма екен деп жатыр. Енді Құданың Құдасын, Құдағайың сырласын. Мен біреудің келіншегінің бетін сүйдіре алмаймын. Менің хақым жоқ. Бірақ құрметіміз бар. Құда болғанымыз, Құдағай болғанымыз құтты болсын деп, Күләнда Құдағай құттықтап қойыңыз мәке. Кән? Рахмет, екеуіңіз не айтып отырсыздар? Сүйсем бола ма, болмай ма деп білесіз болсыздар ма?
қараңыз. Міне сұрайтын екі не қыласың, сұрап отырасыз ба құда жағызып? Бірден кеп қалу керек қой. Мәке қайттан. Мүмкін емес мен мәке болдым. Қақ көтіге болмайды мәке. Өтірік айтқан ешкіммен сүйе салып көрсіңдер. Енді ортада көп ұстамайды, мәке. Мен сіздерді ағыластарға түріне жайғастырайын. Бүгін Ермек құдамызды құрметтеп келген құдағилар келіп жатыр, інілер келіп жатыр, бауырлар келіп жатыр. Сол кісілерді тілекке шақырайын. Содан кейін Құда Тағала құйрық бауыр болсын, тойдың әрекетін жасаса. Рұқсат болса, қалған достар, әулеттің әпкелері, әулеттің құдалары келіп жатқан өкпе наз болмасын. Арнайы тойда өздеріңізден тілек аламыз. Той құтты болсын, ата-анаға бір қошемет қылып қойыңыздар, ардастарға төрде әдемілі бимен жайғастырайық, жіберші қасқа. Билеп тұрып жайғастырыңыздар. Дұрыс. Ананың ақсыты, әпелі бес тайынғаны үшін, 9 ай 9 күн алтын құрсағында көтергені үшін, өлім мен өмірдің ортасында арбаласып жарық дене сыйлағаны үшін, жаңағы бес тайының ақсыт бергені үшін, ананың ақсыты. Одан кейін дүниеге келген қызға тәрбие беріп, ақбата беріп, құтты жерде отырған әкенің ақбатасы дейді бұл. Әке ақсы емес, әкенің ақбатасы дейді. Ақсы деген жаман құдай деген адам бар ше. Әкеңіз. Жеңеше барада шықпайтын жерге тыққан екенсіз қанасың көңің астында. Енді аманатта ол біреудің аманаты. Жеңешеге ол қойға болмайды. Дұрыс. Біреу-біреуді ұсынсаңыздар, сіз құдағиға беріңіз, сіз құдаға беріңіз. Ал әкенің құрметі, әкенің ақбатасы, ананың ақсұты ағайын. Жақсылар, мен жеңешем қайта-қайта сүйе берді бұдан. Ден жайғастырайық аға, қошемет ұрып қойыңыздар, қолдан ұстағаныздар, құдан қолына ұстағаныз. Сіз не қадырыңыз? Енді ұстағаныздар, қолдан ұстасып, жібер музыканы, енді қошеметті жайғастырыңыз. Есендікте саулықта өтсін өмір жолдарымыз болып, бақытта, шаттықта, есендікте саулықта өтсін өмір жолдарымыз толы болып, байлықта, бақытта, шаттықта, есендікте саулықта өтсін өмір жолдарымыз толы болып, байлықта. Ал енді ардақтан қымбат жақсылар, әсерлер жақсы тілектен емес сахна төрінің тілегі ниетін әрмен қарай жалғастырайын. Бүгінгі мына Ерман құдамыздың телеулесі болып келген, сол құдамыздың мың жылдық төрінде есіп келе жатқан құдаларымыз, құдағиларымыз келіп жатыр, құдашаларымыз келіп жатыр. Сол кісілерді тілектің төріне шақырайын. Гүлжан құдағиымызды, Роза құдағиымызды тілектің төріне шақырамыз ағайын. Сонымен қоса Камал Жен деп таныстырды құдамыздан. Гүлжан, Маржан құдашалар келіңіздер, құдамыздың бауырлары, қарындастары. Арман құдамызды, Бауыржан, Елмұрат, Шекер деген жалпы құдалар, құдағилар асаба төріне табылыңыздар. Әдемі тілекті өздеріңізге ұсынамыз. Сонымен қоса менің Марат көкемнің құдалары, Бақтияр, Гаухар, Жақсығын құдағилықта осы тілекке қосып жіберейінші. Құдаларды құрметіне. Құдаларды қасылайық. Жібер көзейді. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірменді құдалар, қымбатты жақсылар. Жақсы көлік Гаухар құдағи келдіңіздер ма? Енді рұқсат берсеңіздер жаңа құдалардан бастайық та. Жаңа құдағаны көрген кезде ескі құда көзінде жасалақ деуші еді ғой. Осындай кезде алады екен де жаңа құда өз кетеміз өзі бірден. Айыпқа бермайсыздар. Бүгін жаңа құданы құрметтейміз деп келіп жатырмыз. Сіздердің жолдарыңызды берсін, Құдай қаласа. Бұл кісілер де сіздер сияқты 6 бесік алып қойсын. Ал енді құдалар, той құтты болсын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Енді бір әдемі тілек тыңдайық өздеріңізге. Үлкеніміз бар, құдамыз Құдеке.
Rahmet osoncha ne olgan üçün. Aldымен Allah қалап, Құдай талап қалаптым неге жасты bazı koşupты. Egöğünü Құдайдан өз жас берсін. Adağlarай Құда, Берман Құда мен Құдалықтарының жылып болсын. Құдайлар бірінің сүйісіп жүре беріңдер. Қыз бен ұлдары өмірлері ұзақ болып, Allah қаласа келесін небере көріп, одан кейін шөбере көріп дегенде өсіп жүре беріңдер. Сапарыңыз неше? Небере тойыңыз құтты болсын. Allah қаласа немере шөбере көріп жүре берің. Ne дейміз жаңа, той күніне той жалғаса берсін. Келген қызымыз осы елге судай сіңіп тастай батып өмірлері ұзақ болсын. Осы атасының, енесінің алды келіні болып, осыларға мейірімнен болып, қызметтерін жасап жүре берсін. Рахмет сөз бергендер үшін. Көрдіңіздер ме? Алды келін болсын деп жатыр. Алды болса көз тиеді, арқасы болса сөз тиеді, ортасы болып жүре берсін. Дұрыс, алды болсын. Көз тиетін болса қазір тәуіп көп. Шақыртамыз, түрт береміз, жазылып кетеді Құдай қаласа. Енді құдағилар, ұстатып берсеңіздер мен құдалардан бір тілек алып алайын, кейін жалғастырамыз сіздерді. Құдай келді. Құдағи, құдалықтарымыз жүзіп болсын. Қарындасымыз күйеу болып, жүзіп болсын. Әрдайым осы екі елдің арасында алыс беріс жоғалмасын. Жолға жүре берсін, екі жас бақытты болсын. Әрдайым той тамаша болсын. Қазір үлкен неге тойы болса, кейінгі жылы сүндет тойы, одан кейін бесік тойлар бәрі жыл бола берсін. Болсын. Құдай қаласа бірінші ұл болады дейме? Сүндет той деді ғой Құдай, нәсіл есі Құдайға. Сүндет той болса жиенді өзіңіз мінгізесін атқа Құдай қаласа. Құдайға. Ассалаумағалейкум, құдалар. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын Құдайға. Құдалығымыз әрқашан болып, екі жас бақытты болып, келесі жыл осындай уақыттарда бесік тойда отырып нәсіп қыла берсін, Алла берсін. Енді айтпай бермесеңіздер, көке, кішкене ортаға келіңізші. Иә, келіңіз. Ағайын, енді бұл кісі жаңа келіп жатыр, бір таныстырайын. Ер жігіттің үш жұрты, соның ішіндегі тілеулесін ағашы ағайын. Сіздердің Арат құдаларыңыздың нағашы, Нұрсұлтанның үлкен нағашы, әулеттің түп нағашы. Нағашыға бір қол соғып қойыңыздар, көке, той құтты болсын, бір тілек алайын өзіңізден. Екі жасы бақыт беріп, әрбір қадамды бақыт берсін, шыңғыры тезіретін болып, сөйлерсін. Ең жақсы не жолы Әсеби, жаңағыдан бері Марат көкем бейттір, жынданып жүрмін десем, нағашыңызды жүктіреді ме, нағашқа ұқсайды екенсіз ғой сізде. Мәке? Енді құдағилардан тілек алайық. Құдағи, құдашалар, келіңіз той құтты болсын. Хамадан сөз бергеніне рахмет. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Дастархандарыңыз әрдайым жақсылыққа жайылсын. Екі жас бақытты болсын. Ерман ағам, Гүлайна жеңшем, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Шешем Сапаргүл, әрдайым осындай төрде жарқырап жүре беріңіздер. Алтын көпірлеріңіз нығая берсін. Құда қаласа биыл бала келін болса, енді жылы ана келін болсын. Әрдайым сіздің үйге той деп келеді. Әрдайым тоздай кездесек. Барлықтарымызға жұғысты болсын. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын, әрдайым өзге жақсылыққа келейік. Елесі бесік тойларға келейік, нәсіп етсін. Кеш жарық барлықтарыңызға. Екі жақ құдағи мен Ерман құдағи, Гүлайна құдағи, мына құдағи тойларыңыз құтты болсын деймін. Екі жас бақытты болсын. Биыл жаңа айтқаша бала келіміз, енді жыл ана келін, келесі жылы бесік тойларға келе берейік. Екі жасқа бақыт, мықты денсаулық, әрдайым аспандары ашық, дендері сау болып ойнап күліп, сіздердің қызметтеріңізге жүре берсін. Бақытты болсын екі жас.
кеш жарық той шылқауы мына екі елдің арасында құрылып жатқан алтын көпір құтты болсын, мына құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, мына екі жасыңыз бақытты болсын. Құда қаласа осы үйге жақсы тойларға келе берейік, келесі шілдехана той болсын. Осы той барлықтарыңызға да жұғысты болсын. Құда-құдағи тойларыңыз құтты бола берсін. Құда қаласа мына жақсы тілектер айтылып жатыр. Барлығы періштенің құлағына шалына берсін. Тек жақсылыққа тойға келейік бәрімізге. Құрметті қонақтар, құдалар, мына төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына біздің құдамыз Марат, Гүлзей, тойлар, жастар тойларың құтты болсын, құдалықтарың құтты болсын, жастар бақытты болсын. Ортада салған алтын көпір еш тозбасын. Бізбен сіздерге ұқсаған араласып, тек тойда жолығып жүре берейік. Құда қаласа, не дейміз, жаңағы тамада айтпақшы, ескі құдалар біздің жолымызды бере берсін, жастар өсіп өне берсін. Сіздің үйіңізге тек қана жақсылыққа, тойға келейік. Қарап отырмыз, өскен өнген жердің қызын алып отыр екенсіздер. Апа да бар, екі жақта әже де бар, ата да бар. Не дейді, өскен өнген жердің қызы жақсы, тәрбиелі, тәртіпті болады деп ойлаймын. Құдағайлар, мына төрге шыққандарыңыз тағы да құтты болып, сіздер мен біздер осы Марат құдаң мен Гүлзей құдағай үйінде тек жақсылықта, тойда жолығып жүре берейік. Жастар тағы да бақытты бола берсін. 5 тойда жолға құдақтаса. Құрметті қонақтар, құда-құдағи, мына бүгінгі көптен күткен ұлы тойларыңыз құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Жаңағы қалап төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Осы екі жастың тек қана жақсы күндеріне куә болып жүре берейік. Рахмет, қадірменді құдалар, құлағилар, таңдайдан шыққан тәтті тілектеріңіз Алла осы екі жастың маңдайына бақыт тегізсін. Өзеннің ақсылай, тұлпардың шабысындай, толқынның жарысына өтіп жатқан әр күндеріңізді Алла осындай қуанышпен шаттықта толтырсын. Құмырлы болыңыздар, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Бәке, бірдеңе айтасыз ба? Төрге шыққан құдалар, мен құдағиларын таныстырып кетейін, бағана сәт не болды. Анау екінші қызымның енесі Гаухар құдағи, бірге ауылда бірге өстік, бірге мектепте, бір класста, бір партада отырып оқыдық. Енді мына қызымыз келіні. Ал мына жанындағы менің Гүлекеңнің группаласы, екеуі бір группада музыка пәнінің мұғалімдігін оқыған 5 жыл. Группаласы екеуі. Енді мына құдалар 2 жас бірге жүріп Астанада өзінің арбасын сүйреп жүріп қосылды. Құдайға мың ғасыр шүкір. Жақында таныстырып қояды деген. Айтпақшы кешірістер, екінші балам құдағи келе алмады. Енді қайтыс болып, оны таныстырып жатамын. Тағы бір құдағи да келе алмады, оның да себебі бар. Шешағасын айтып қойды. О кісілер сіздермен оқымаған ба? Көріп боласыз. Екінші құдам мен құдағиым, мен қазақта бар ғой, сүйек шақыртады. Мен туған нағашымның қызының қызын ағам. Сүйек шақыртқамда, екінші келін. Ал үлкенін айттым, үлкенін жақсы көрді. Үшіншісі бұяқта қыздар Бақтиярмен бірге өскенбіз. Енді мен айтпаймын, Гаухарды қалай танысқан айтпаймын. Бәрін айтып қойдыңыз, айтпаймын өттемдемеге. Рахмет, қол соғып қояйық. Рахмет, қадірменді құдалар, аман болыңыздар. Енді құдалар, мен сіздерді би қарсылық болайын. Арнайы тойға бидегі шақырамыз, үлкен тойда. Қадыбек деген құдаларыңыздың інісі бар. Қанекең бар ма осында? Аз арнайы бір көрсетеміз. Қадыбек деген інісі арнайы мені қолымнан дамау істейсін деп астамақтайын деп жатыр. Сол астамақты суытпай алдарыңызға тартып етсек, айтпайын болсаңыздар. Осындай құдаларға бір қол соғып қояйық шағай, бір құрмет жасаңыздар. Қошемет ұрматқандарға рахмет айтамын ағай. Қошемет ұрматқандар түсінбеймін ағай. Осы тойға келесіздер де столдың астына 2 қол тықпай не істеп отырасыздар ағай?
Баяғыда біреудің қошемет сұраған едім, қолын көтеріп ұрып еді, астына пакеттің төгілмеді ағайын. Алма келіп тұрмалап, апа келіп тұрмалап. Қолдарыңыз бос болса, сынап емес, сыйлап беріп отырыңыздар ағайын, той жұмысы болсын деп. Құдалар, адастырған түріне жайғасыңыздар, аман болыңыздар. Алла әрқашанда алтын бастарыңыз алтын түрде табылдырсын. Ғұмырлы болыңыздар, той көріңіздер. Ал енді жаңағы менің Марат көкемнің қанырек інісі бағанда той жұмысты болсын деп арнайы құрмет ізетпен астамақ дайындатқан екен. Сол астамақты тарту етеміз. Жаңағы әулеттің әпкелері, жезделері, ағайын достар, дос жарандар. Енді үлкен тойда тағы да бір хабарлай арнайы тілекті ұсынамыз. Енді Марат көкем бүгін сынайтын емес, сыйлайтын жандармен той бөлісіп жатыр ағайын. Сондықтан сыйлайтын жан екендеріңізді білдіріп, осы сөзіне қосылып жатсаңыздар, арнайы әзір тойдың асабалары өздеріңізге тілекті ұсынатын болады. Ал енді Қадыбек деген мырзаның астамаға Марат құдаларыңыздың інісі, бауырларыңыздың інісі, Қанекең өзі осында жүр ма? Жылы жүзінде көрсетіп қояқты Қанекең кім екен? Ертең айтып жүреді ғой, Қанекең деген інісі беріп, тамақ беріп кім екен деп. Жеңгелер, құда тамақ құйылып бауырдың әрекетін жасаңыздар. Дүнге шыққан ұлты болсын деп құда тамақ келсе, сол кезде жастар мені шүкір қошеметі ұрса деп құда Алладан тілемеді ағай. Бір қол соқ қояқшы, Ерман құданың құрметіне. Төрге шыққанымыз ұлты болсын деп ағай. Ал енді қадірмен жақсылар ағай. Енді ұқсат берсеңіздер, бүгінгі тойдың бастамасын құдалығымызды қасиетті батамен бастағайық. Сол құдалық құтты болсын деп, құдалықта бір бата сұраймыз ағай. Қалған жақсылар кішкене жайғаса тұрыңыздар, бір бата сұрап алайық. Мен енді құдалардан бір бата алайын, әулеттің үлкендерінен бір бата алайын. Мен жаңа той басында айттым, Марат көкем бүгін көптен бата аламын деп той жасап жатыр. Сондықтан дұға ішінде болыңыздар ағайын, сіздерден өтініш. Марат көкем қайда? Марат көкем баба ортада. Әкеңді шақырыңыздар да, дұға ішінде болсын ағайын. Марат көкем келіңіз. Құдалықта бата сұрайын деп жатырмыз. Өзіңіз Аллаға ниетте келеміз ғой, көптен баталы той жасайын деп. Енді сол бата ішінде болыңыздар. Ал енді аумин. Адас, жеп алайын. Құрметті Даңқойшы болған құдалыққа сол Құдаларға біріншіден ассалаумағалейкум. Құдалықтарыңыз құтты болсын. Амин. Бүкіл шаңдарыңыз құтты болсын. Амин. Мына еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Мемлекет аман болсын. Мына ел баламыз бақытты болсын. Осы мемлекет сүргенізден сіздерге қуандық, өзі сөйлене берсін. Қазақстанымыз деп жаратқаннан жақсылығы қуанышқа тойға жаратсын, кейін мол айырылсын. Балалар бақытты болсын. Амин. Сіздерге тілейміз. Осындай тойлар башамыз, қауіпті, қуанышқа бөлініп жүрміз. Амин. Ал құдаларды. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ağamın sözünü bozulan, tasarımız bağışlı olsun, özümüzü gözüm versin, tasarımımıza benim aşık olsun. Kulağımızın rızık olsun, bir rızık olsun, baskerimiz neye versin, tasarımımız olsun, aşık olsun. Rahmanım, tasarımız bağışlı olsun, özümüzü köpü, dil sağlığımız mutlu olsun. Amin. Ата, құдаңыз арнайы сізге батаға, құрғылға бата жоқ деп батаға мұратасын болсын деп. Ерман құдаңыз кел құда. Батаның құрметі ағайын. Ағайыннен той құтты болсын. Амин. Аман болыңыздар аталар, елімізде өздеріңіз сияқты бата беретін осындай даналарымыз, аталарымыз көп болсын жақсылар.